Қайырлы күн қазақстандықтар. Мен Семей қаласында қайғылы қаңтар болғанда көптеген адамдар қамалды. Қазір біздің ақпаратымыз бойынша 64 адам қамалыпты. Сол 64 адамның туған туысқандары біраз жұмыста, біраз келіп отыр қазір мен кеңсеме. Солар Шығыс Қазақстан облыстық прокуратурасына, бас прокуратураға Ерлан Қалиев Семейге келіп бір жұма жұмыс істеді, нәтиже әлі көрмей отыр. Сондықтан прокуратураға өз үндеулерін жібергісі келеді. Қазір проект. Қайта беріңіздер. Бастаңыздар. Мен ауылдан келіп отырмын. Баламды 14 күн алып кетіпті жұмыстан. Содан бері баламнан вообще хабар жоқ. Біреуде араласқан жоқ, қатысқан да жоқ. Бейбітшілікпен шыққан митингтен бір жерде түсіп қалған ба, білмеймін неме болған. Әйтеуір баламнан хабар жоқ, соған міне келіп отыр. Даладан жинағандан лучше үйден әкеткен дұрыс болар еді. Хоть біреуші едік кінәсін. Үйге қайтаруларыңды тілеймін. Үйде болсын. Менің асырайтын жалғыз бір ұлым. Осы айтатыным. Менің ұлым Ержанұлы Тимур бесі күні мирный митингқа шыққан. Осы қаладан 3000 адам шыққан. Сол кезде менің балам микрофонмен сөйлеп, елді тыныштырып, оның куәгерлері де бар. Ана отырған Айдар Садырбаев, біздің зам акима куә. Біздің әкім қашып кетті сол жерде. Егер ана жерде жастармен диалогқа шықса, мынандай не болмаушы еді. Ол тұрған акиматта елдің несі бар, балалардың? Несі бар? Егер біздің билік ана жерде балалармен диалогқа шығып, сөйлеп, кішкене успокаивать етсе, ана жерде балалар өздерінің наразыларын айтып қайтушы еді. Ешкімде мынандай оқиға болады деп ойлаған жоқ. 8 күні 3 адам штатскан көршіміздің заборынан секіріп, қолдарында оружие қорқытып, ешқандай удостоверение жоқ, баламды алып кетті. Содан неше күн іздеп, ананы іздеп, мынаны іздеп. Әзер таптық, 102 трубканы алады, 5 минут подождите дейді де қойып қояды. Сөйткен баламды 2 күн соққан, жамбасынан төмен, бүйрегінен, аяғынан соққан. Артына еще ақ қағаз нетіп қойған. Ондай адамдарды ерекше соғу керек деп. Ана жерде не басын көтере алмайды. Басын бұғып, 2 аяқтарын нетіп. И физически, и морально балаларды бәрін тура неткен ана жерде, уничтожать еткен. Не болды соншама біздің қоғамға? Біздің сенген полиция. Балам митингтен сағат 10-нан қайтты үйге. Ана сопқа соққан, УВД-ға соққан. Үйдің жанындағы Авозовскийға соққан. Бір адам жоқ. Тек қана дежурный 2 жап-жас бала дейді. Бүкіл ана милиция бос. Сол кезде уже олар Қазақстан сатып кеткен. Енді біздің балалар террорист деп не болды? Қай жердегі террорист? Мен жалғыз асыраушым мына баламды. Енді бір басына неше статья соғып отыр. Биліктен сұрайтыным, біздің балаларды мына тергеу біткенше үйде болсын балаларымыз. Барады, ана допростарына барады. Тергеу жұмыстарын жүргізсін, мүмкін оған уақытта керек шығар, мүмкін. Неге ана Талдықорған, Алматы сол шешімдер шешіліп жатыр? Неге біздің Восточный Қазақстан үндемейді? Жазған хатымызды мына прокуратура, областной прокуратураға жіберіп жатыр. Әділдік қайда мына бізде? Биліктен соны сұраймыз. Балалар пока тергеу біткенше үйге жіберсін. Ана жерде қамауда отырмай, ана не тамаққа қарып қыбатқан жоқ. Қарадан қара балаларымыздың бәрін қамауға алып, морально унижаете. Ертең кіммен өмір сүресіңдер? Кіммен өмір сүресіңдер? Мен сені сұраймын. Мен сияқты қаншама аналар жылап жүр бүкіл Қазақстан бойынша. Бізді балаларымызды босатыңдар. Мен де алдындағы аналарға қосылам. Мен де балам сол шеруге бейбіт түрде қатысқан
да енді басында болған, одан кейін үйге қонған. Сол күні мен өзім тексеріп отырдым баламды. 6 күн жұмысына барған, өзінің бизнестері бар, сол жерде біз білмейміз, даладан сол милицияға ұстап кеткен. Енді одан кейін де шырқырап жүгірдік, 20 күн ешқандай баламды көрген. Айта беріңіз. Өскеменде жатыр. Мен де мына аналардың сөзіне қосылам. Баламды босатып үйге жіберсін, тергеуге де бәріне де үйден барсын. Мына жазықсыз сол жатқан түгел қазақ азамат балаларын бәрін босатуды талап етемін. Біздің келешегіміз осы жастар, осы азаматтар аман болсын. Біз неміз, үлкен кісіміз, бізді қорғайтында, біздің келешегімізде, болашағымызда осы жастар ұлдар емес пе? Осы азаматтар, олар айтпағанда кім айтады? Міне шет жағасында шығып жатыр осы жастардың арқасында. Қаншама осы мемлекет басындағы отырған сатқындықтардың бәрі осы жастардың міне айтуымен шықты. Олар айтпаса кім айтушы еді? Сондықтан мына жазықсыз жатқан түгел азаматтарды, осы қазақ түгел азаматтарды босатыңыздар. Ешқандай террорист емес. Олар осы қазақ үшін, қазақтың жері үшін міне қымбатшылық деп сол үшін шықты. Тіпті мен балам шыққан күнде де өзінің түгел несі де бар, бәрі де жетілікті. Сонда да ол осы шырқырап, қымбатшылығын айтып, Қазақстанда болып жатқан келеңсіздікке шыдамай, соған шығып айтты. Жазығы сол ма? Сондықтан босатылсын, үйге жіберілсін, соны талап етеміз. Менің де айтатын, жалғыз балам ертесі күні мирный митингға шыққан. Екінші күні оны алып кетті де 2 күн жатқызып қайтарды. Ұрып, соғып, денесінде сау-тамсы жоқ. Одан кейін 27-сі күні өзі документімді алам деп енді бос жата алмайды, 3 баласы бар, кәмелетке толмаған. Сол документіне барғанда ұстап алды. Содан бері міне жоқ, хабарласқанда жоқпыз, көргенде жоқпыз. Босатсын баламыз. Мен жалғыз ұлым бар, сол бесінде мен митингқа шыққан. 6 күні жоқ болып кетті. Содан бері қанша іздеп бармаған жерім жоқ. Оғыдыға барсам жоқ, жоғалтпын. 19-на дейін қамал деген операция деп содан кешірім төлеймін. Содан 24-інде прокуратураға барып арыз жаздым. Менің баламды тауып беріңіздер, терминді қайда білем деп. Содан 26-сында общественный защитник деп не алып балама кірдім. 26-сында сауытжелі жоқ бейдім бәрі тапты, ұрып соғып, ет жиналып сабат. Ол террорист емес, неге солай сіздердің құқықтарын балалар, азамат құқықтарымыз неге солай істейді? Мына билікте шындық болады ма, жоқ па? Босатыңыздар, қаншама аналар жылап, балалар жүзгеп шырқырап жүр. Сізден сұрайтын, осы балама зәбір шеккен адамдардың бәрін жазаға тартыңыз, бәрін жіберіңіз деп солай айтатын. Sağ olun. Мен Қабдышевайдың әйелім. Оны 6 күні бейбітіне шілеге шықтым. 6 күні оны сағат 11-де ұстап алып кетті. Естігенім бар, аяғы жаралы. Басына сыртық сенен маскалған, есінен таңғайтыныз ұрып соққан. Ода оны қазір Өскемен қаласында СИЗОда ұстап отыр. Осы уақытқа дейін оған дәрігерлік көмек бермеген. Ағасы понедельник кірген кезде ағасына айтты, мен басым ауырады, маған дәрігерлік көмек керек, дәрігерлік көмекке прокуратурадан сұрап едіңдер деп. Адвокат, біздің адвокат бізге ештеңе айтпаған, ода аяғы жаралы екен. Қазір естідім, ұштағының аяғы ірін екен. Аяғы уже басы ауырады, 2 қолы дірдіретіп, нервысына зақым келген деп сөйтіп естідім. Ағасы барып, понедельник күні барып көріп келеді.
Оның ол 6 күні жұмыстан қайтып бара жатқан. Сол таңертең митингке машинадан шығып, бейбіт митингке шыққан кезде, сол кезде ұсталып алды оны. Ол жоқшылықтан митингке шыққан себебі, сол жоқшылықтан шығып, өйткені біз өзіміз квартирада тұрамыз. 2 баламыз бар, үшіншісіне аяғым ауыр. Өзі 2 жұмыста істейді, қосымша тағы да 1 жұмыс істейді. Сол жоқшылық болғаннан митингке шыққан. Мен талап етемін, тым болмаса дәрігерлік көмек берсе екен оған. Өйткені қатты қиналып жатқанын естігем. Ген прокуратурадан талап етемін, үйге тым болмаса дәрігерлік көмек берсе екен, үйге қамаққа берсе екен деп. Саламатсыздар ма? Мен Қоқанбекова Бибігүлдің апайы боламын. 5 күні бейбіт шеруге шыққан бүкіл халық. Сол бейбіт шеруде өз пікірлерін айтып, мынау қазір жастарда ешқандай да жағдай жоқ. Бәрі квартирада, ақшалары жетпейді, бала-шағаларын асырауға да жетіспейді. Квартираға төлейме, жоқ, өздері бала-шағаларына киім, тамақ әпереме, сол жайында бейбіт шеруге шығып, жоғары жақтағы биліктерге өз талаптарын айтуға шыққан, сол кезде ұстап әкеткен. Менің айтатыным, мынау жоғары жақтағы биліктерге мынандай бір жақсы сөз бар. Ақылды билік мына наразылыққа шыққан халықтың себебімен күреседі дейді. Ақылсыз билік сол халықтың өзімен күреседі дейді. Сіздер халықтың себебімен емес, өзімен күресіп отырсыздар ғой. Сонда сіздер бұл халықтың бәрін қамап тастадыңыздар. Сіздер енді кімге қызмет жасап, кіммен жұмыс жасап, кіммен қалай ақша таппақшысыздар? Менің айтатыным, неге халықтың себебімен күреспейсіздер? Не үшін шықты бұл халық бейбіт шеруге? Қандай себебі бар бұл халықтың? Сол себебімен неге күреспейсіздер? Айтатыным, ашынған халық неге шықпайды бейбіт шеруге? Неге талабын билікке айта алмайды ерікті түрде? Неге сіздер сол шыққан халықтың алдына келіп, солардың себебін неге тыңдамадыңыздар? Неге қаштыңыздар? Сіздер қашып кеткеннен кейін жастар не істемейді? Сіздер келіп алдына сол жастардың ақыл айтып, себебін сұрамадыңыздар. Акиматты шағып, болмаса басқадай қылмыстар жасап, не істейді олар? Яғни сіздер ол халыққа келіп жағдайын білмедіңіздер. Сол себепті ашуланды олар. Шағып бірдемені өртеп жіберген жоқ. Олар террорист емес ешқашанда. Ешқандайда. Террористті өздеріңіз тауып алыңыздар. Сол халықты террорист емес, бейбіт шеруге шыққан бейбіт халықты босатыңыздар. Талабым осы. Оларды азаптап, ұрып, соғып, не істедіңіздер? Өздеріңізде апай жоқ ба? Өздеріңізде шеше жоқ ба? Қарындас жоқ ба? Бауыр жоқ ба? Бала жоқ ба? Ертең сол өз алдыларыңыздан шығады деп ойламайсыздар ма? Мына қамалып отырған жастарға, жігіттерге, аналарға түгел бостандық беріңіздер. Оларды үйге шығарыңыздар. Сұрақ жауаптарыңызға барып тұрады. Талабым осы, үйге шығарыңыздар. Артында бала-шағасы жылап еңіреген әйелдері қалды олардың. Аналары отыр міне, бәрі көз жастары сорғалап. Аналарыңыз жоқ па сіздердің? Ертең сіздердің аналарыңыз жыламасына кім кепіл? Шығарыңыздар, бостандық қамалғандардың бәріне. Қаңтар оқиғасына қатысып, бейбіт шеруге шыққан бейбіт халыққа бостандық тілеймін. Болды ғой. Сол міне Ерлан Қалиев ағамыз енді міне бір жұма осында жұмыс істеп, бір жұма прокуратурамен
осы арыздардың бәрін тапсырып сөйлескен. Шынымен де бұл тергеу жұмыстары 2 ай ғана болмайды. Қазір бәрін 2 айға қамап отыр ғой. 2 ай болмайды. 2 айдан да ары қарай созылып кетуі мүмкін. Өйткені істер көп істер. Сондықтан ары қарай 9 айға созылып кетуі мүмкін. Сондықтан ешқайсысы қашпайды. Тимурды айтамыз міне. Тимур менің қасымда болған сол күні. Сондықтан ол мен де куәмін. Ол ана кісілерді тәртіпке шақырып жүрген. Өзім көрдім, бір қалқанды тартып алып бір жас баладан полицияға қайтадан апарып бергенін де көрдім. Сондықтан көптеген осы жерде туыстары жоқ. Фарид Ишмұхамедовтың шешесі 82 жаста. Ол да тәртіпке шақырып жүрді көбін. Қазір 82 жастағы кісі үйдің пешін жағып өзі отыр. Сондықтан осындай кісілерді қазір үй қамаққа босатып, немесе подписку дейді, соны босатқанды мен де талап етемін. Енді бір ақылға келіңіздер, шынымен де. Ақылды болып, халықпен ары қарай туған туысқандарын ашуландырмаңыздар. Тимур өзі 7-сі күні Ауызский РУД-ға барған, сол кезде маған хабарласты. Міне, ертең мені по-любому ұстап алып кетеді, одан қашын өзім барайын деп. Үй қамақта отырса, тергеу жұмыстарына шақыратын болса, олардың бәрі келеді. Фарид Ишмұхамедов те сөйтті. Повестканы әкеп берді, повесткамен барды өз аяғымен. Қажатын адамдар емес бұл бәрі. Сондықтан тергеу жұмыстары жүріп біткенше бұл кісілерді үйге босатуға болады деп ойлаймын. Кейбіреулерін босатпас үшін 272-2 мен ұстап отырып, қазір тағы 269 қосып жатыр екен. Басында 272 қана болды, қазір тағы да 2-ші статьяны қосты. Бұл босатпаудың амалы ма сонда? 2 статьясы бар деп. Сол енді мен айтарым. Рахмет бәріңізге.